Кезектегі объектimiz ворота және навес құрып бергенбіз бұл жерге. Жүріп жатыр, жұмыстар болып жатыр. Құдай қаласа күнде видео қойып, сіздерге бәрін таныстырып отыруға кішкене уақыт жетпей жатыр. Жұмыстармен енді болса ара-арада осы таныстырып тұрамыз. Бұл үйге ворота пәлетке аяқтағы навесін қойып бергенбіз, қазір таныстырып отырмыз. Пәлетке қайта қойған, основной краска матовый түсте болған. Покупка жасап қойғанбыз. Өткен стройка жұмыстары, тас жұмыстары болып жатыр. Шаң барлық не болып жатыр. Воротамыз фотограф қойғанбыз. Әдемі тұр. Пакеттің ішінде. Бұл двойный. Навесіміз 9 қат болған. Индивидуально осы үйге сай түсетін жасап жауап бергенбіз полный. Тас қапталады. Мына шеті полный. Парафет күнігі бұлмен апшыққа болады. Сол кезде хай-тек бұл әдемі шығады. Даладан қарағанда хай-тек дизайнда шығады. Астыда қолы жабылады мына рестің. Күнігі қолмен жабылады. Үшін 9 қатын жапқанбыз, анасымен жапқанбыз, ажақ арнасы қаты болып кеткен. Төмендеп подвалы бар, подвалымыз қолы жабылған. Нағасы әдемі шықты. Навестік конекторымен шоткин қойып қатырып бергенбіз. Енді бұл үйге тағы кішкене барбекю зонаға навес істейміз, оны тағы да жасап болғаннан кейін сіздерге бір қата таныстырамыз. Бұдан күнен зона бар. Дәл осы сияқты ворота, навестер, любой дизайнда, любой қиындықта керек болса, бізге хабарласыңыздар. Әдемі дизайнда, әдемі ворота, навестер жасап береміз.